Сәлем достар, сіздермен бірге Сүмбілем, Swedish English арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен ағылшын тіліндегі фразалық етістіктерді қарастырамыз. Әдетте фразалық етістіктер ағылшын тілінде екі сөзден тұрады. Олар етістік және екінші сөз ол шылау болуы мүмкін, кейбір жағдайларда үстеу болады. Және сол екінші тұрған шылау не үстеу ол етістіктің алғашқы мағынасын түбегейлі өзгертіп тастауы мүмкін. Сондықтан үйренуде фразалық етістіктерді жекелей сөзбен емес, толықтай фраза, яғни тіркеспен бірге жаттаған дұрыс. Бүгінгі видеода біз сіздермен ең жиі кездесетін 20 фразалық етістікті қарастырамыз. Swedish English. Сонымен, ең жиі кездесетін фразалық етістіктердің бірі turn on. Қазір бірден 4 етістікті қарастырып кетейік. Ол turn on, turn off, switch on, switch off. Мұнда turn on және switch on қосу дегенді білдіреді. Бірақ екеуінің айырмашылығы неде? Switch on'ды қолданамыз егерде екі батырма болатын болса. Мысалға, мына микрофонда бұлай екіге бұрайтын, немесе шамды қосуда қолданатын on және off батырмалары бар затты қосқанда біз switch on немесе switch off қолданамыз. Ал turn on және turn off етістіктерін бір батырмасы бар заттарды айтқанда. Мысалы, пульттарда бір ғана батырмамен басамыз. Сол сияқты телефон өшіріп қосу, мұнда да бір ғана батырма. Сонымен бірден 4 фразалық етістік қарастырдық, ары қарай жылжимыз. Мұнда да turn етістігінен тұратын фразалық етістіктер, олар turn up және turn down. Up and down деген шылаулар, ол жоғары және төмен дегенді білдіреді, ал turn етістігімен қосылған кезде ол көбіне дыбысқа қатысты айтылады. Turn up the TV деген телевизор. Turn up the TV, I can't hear. Теледидардың дауысын қосшы, ести алмай жатырмын. Немесе керісінше дауысын азайтуды өтінсек, turn down етістігін қолданамыз. Сонда turn down the music, it's very loud. Дауысын азайтшы, дауысы қатты шығып тұр. Алтауын қарастырдық, енді келесі екі етістікті де бірге қарастырайық. Олар бір-біріне қарама-қарсы мағына білдіретін етістіктер. Олар take off және put on. Put on кию, ал take off шешу. Мысалы, put on your coat, it's very cold outside. Үстіңе пальтоңды киіп ал, дала өте суық. Ағылшын тілін бастап үйренушілер put on мен wear екі етістікті шатастырады, бірақ екеуі екі түрлі. Wear ол киіп тұру, ал put on енді кию. Мысалы, I'm wearing a black sweater. Мен қазір қара свитер киіп тұрмын. Ал I'm putting on a sweater десек, онда киіп жатырмын дегенді білдіреді. Ал wear киіп тұрмын. Оған қарама қарсы етістік take off. Take off шешу. Take off your shoes. I've just cleaned the floor. Аяқ киіміңді шеш, мен жаңа ғана еденді жуып алдым. Take off your hat. Бас киіміңді шеш. 8 етістік болды ма? Ары қарай. 9-шысы look for. Look for іздеу. I was looking for my glasses. Мен көзілдіріктерімді іздеп жүргем. And then I realized that I had them on my head. Сосын барып түсіндім, мен көзілдірікті басыма киіп алған екем. Сонда look for іздеу. I'm looking for my phone. Have you seen it? Мен телефонымды іздеп жүрмін. Көрдің бе? Бұл фразада бірінші сөз look, қарау. Бірақ for етістігі қосылып еді, іздеу деген сөзге ауысып кетті. Look сөзімен тағы бір фразалық етістік қарастырайық. Look after. Look after қолданылады егерде қарайласатын болсақ, мысалы, кішкентай балаға, немесе үлкен кісіге, немесе үй жануарына. Мысалы, my sister's looking after my children for me today. Менің әпкем менің балаларымды бүгін қарайласады. Can you please look after my dog? Менің итіме қарайласа аласың ба? Look етістігіне тағы фразалық етістік look up. Look up ол сөздіктен іздеу. Арнайы бір ақпаратты справочник, кітаптан іздеу, энциклопедиядан іздеу. Яғни көптеген тізімнен бір ақпаратты белгілі бір сөзді көптің ішінен іздеп табу look up. Мысалы, he looked up the words in a dictionary. Ол сөздерді сөздіктен қарады, сөздіктен іздеді. Lookқа байланысты тағы бір фразалық етістік ол look forward. Ол деген асыға күту. Мысалы, I'm really looking forward to my holiday.
Мен демалысымды асыға күтіп жатырмын. I'm really looking forward to seeing you. Мен сені көруге асықпын. Немесе I'm really looking forward to a new video of Sotis English. Мен Sotis English'тан жаңа видеоны асыға күтудемін. Егер расымен солай болса, төмендегі комментарийге солай жазыңыз. Және тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркелуді сұраймын. Өйткені менің YouTube арнамның статистикасы бойынша, менің көрермендерімнің 70% маған тіркелмеген екен. Сондықтан достар, тіркеліп қойыңыздар және видеоны лайк басыңыздар. Рахмет. Let's move on. Айтпақшы, move on деген сөз ол да фразалық етістік. Ол дегеніміз келесіге өтейік, келесіге жылжайық. Move on. Осы фразалық етістікке тағы бір мысал келтірейік. Before moving on, does anyone have any questions? Бұл сөз әдетте жиналыстарда айтылады. Арғарай жылжымай тұрып, тағы қарастырылмай қалған сұрақтар бар ма? Before moving on, does anyone have any questions? Сұрақ болмаса, келесі фразалық етістікті қарастырамыз. Ол give up. Give up – берілу, тастау. Осы фразалық етістік қолданылған мотивациялық фразаны естіген боларсыз. Never give up деген, яғни ешқашан берілме. Осыған байланысты тағы бір мысал құрастырайық. Jimmy gave up smoking. Jimmy шылым шегуді тастады. Келесі фразалық етістік pick up. Бұл етістіктің екі мағынасы бар. Біріншісі жердегі затты көтеру, яғни төменде тұрған затты көтеру. Мысалы, pick up that thing on the floor. Жерде тұрған ана затты көтер. Егер есімдікпен айтатын болсақ, онда есімдік ортасына келеді. Сонда pick it up, көтер. Ал екінші мағынасы ол алып кету. Мысал, can you pick me up from the airport? Мені әуежайдан алып кете аласың ба? Келесі фразалық етістік, екі етістікті бірден қарастырайық, ол come back және go back. Екеуі де көп шатастырылатын, бірақ екеуі екі түрлі. Come back деп айтылады, ол қалған адам тұрғысынан. Яғни бір адам бір жаққа кететін болса, онда come back, кел, қайта орал. Сіз менің видеомды өшіріп басқа видеоға кетіп баратсаңыз, come back, please, орал, мен видеома кел. Егер біреу бөлмеден шығып кететін болса, немесе басқа қалаға, басқа мемлекетке кететін болса, come back, кел, орал, қайт. Ал go back ол кеткен адам тұрғысынан қолданылады. Мысалы, I'm gonna go back to my university. Мен университетке қайта барамын. What do you say? I said, volta pro seu país. خليها أحسن لها ترجع على بلدها. What do you say? I said ارجعي على بلدك. Say this again. ارجعي على بلدك. You too. Say it again. Volta pro seu país. Go back to your country. All right, guys, that's enough. That's enough. Guys. Келесі фразалық етістік payback. Payback қарызды қайтару. I'll pay back money I borrowed when I get my salary. Мен жалақымды алғанда қарызды қайтарам. Келесі және бүгінгі видеоға соңғы фразалық етістік ол check out. Бұл етістіктің де бірнеше мағынасы бар. Екі түрлі мағынасын қарастырайық. Біріншісі ол қонақ үйден, отельден шығып бара жатқан кезде қолданылады. Check in егер отельге тіркелу келу болса, ал check out отельден шығу. Нөмір кілтін тапсырып, шығу check out. Ал екінші аудармасы ол қарау, яғни немесе орысша айтқанда зацени, глянь, қара, көріп көр деген сөз. So guys, please check out my other videos. Менің басқа видеоларымды көріп көріңіздер. Бұл сөйлем осы видеодағы ең соңғы мысал сөйлем болатын. Сонымен достар, егер видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, bye!